Yalnız arnada Жаңа vibe, жаңа büyü Ol айтқан менің қайда Арасында қызметіне қатысушылар, қадірлі төрешілер, қоғамның өзгеруіне әсер етіп отырған әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны тақырыбында ерекше пікірталасымызға қош келдіңіздер. Ал ендеше сіздерге бүгінгі пікірталастың қорытынды бағасын айтатын жандар бар. Не дегенмен сын түземейді, мын түземейді деген. Сол кісілермен таныс болса. Оразбаев Ғалымжан Жеңісбекұлы. Ташқараева Салима Ермекқызы. Кизембаев Ернар Мырзабайұлы. Ал ендеше сіздер бүгінгі қатысушылармен таныс болдыңыздар. Оппозиционерлер. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен оппозиция фракциясының лидері, есімім Бәкір Берік Мұратбекұлы, 7-9 тобынан. Әріптестердің өздері таныстырып өтсе. Мен Айшхан Балабек Хайр 13-20 тобының оқушысымын и оппозицияның мүшесімін. Мен оппозиционер Алибекова Жанай. Үкімет фракциясымен таныс болсақ. Үкімет облыс фракцияны Сатылық Мұдәулет, өмір 29 студент. Медетбек Айша, Ақтон Алексей Жұмабек. Алтынбек Шахтат, Қайыр 01-20. Рахмет. Дебаттың үш кезеңінен таныс болыңыздар. Бірінші, өз ойым. Үкімет пен оппозиционерлер өздері дайындап келген ақпараттармен бөлісе отырады. Егер түсінбеген жағдайлар болса, екі топ арасында сұрақ жауап жүреді. Екінші, көрермендермен сұхбат. Көрермендер арасында алып қосар ойлары немесе түсінбеген тұстар болса, ортаға келіп сұрақтарын, пікірлерін білдіре алады. Үшінші, қорытынды сөз. Екі топтан бір адам шығып, болған дебаттарын ұғынғандарын ортаға салып, өздерінің қателіктерін ескере отырып, соңғы сөздерін айтады. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша, жылдан хабар алыңызды. Міне осылайша Ыбырай атамыз бүгінгі күнді сипаттап бергендей-ақ. Тарихқа көз жүгіртсек, адамдар бір-біріне хабар алу үшін шабармандар мен хатшыларды күтеді. Білім алу үшін ұстаздар мен ғалымдардың үйі, мешіттер мен училищелерді жағалайды. Бір ақпаратты білу үшін кітапханаларға барып ізденеді. Құнды қағаздарды жасау үшін, және де оны шығару үшін оны біраз шаруа кетеді. Енді бұл күндер келмеске кетті. Жаңа заманда жаңа технологиялар мен әлеуметтік желілер сияқты дүниелер осы шаруаларды жасаудың оңай құралына айналды. Әлеуметтік желінің қазіргі таңда еңбектеген баладан еңкейген шалға дейінгі адамдардың барлығында бар. Әлеуметтік желі әр адам әртүрлі бағытта пайдаланады. Сонымен қатар әлеуметтік желі ең үлкен виртуалды ақпарат алаңы. 2020 жылғы статистикаға сүйенетін болсақ, интернетте 4,5 миллиард адам пайдаланады. Оның 2,8 миллиарды интернетте өзінің күндерін өткізеді. Алайда, кешегі бабаларымыздың айтқан сөзіне қарасақ, жалтырағанның бәрі алтын емес. Осы жайлы мына үкімет пен оппозициялар бір-біріне айтар сөздер бар екен. Тыңдайық. Ал ендеше танысып болсақ, бүгінгі пікірталасымызды ашық деп жариялаймыз. Ал кезең бойынша сөз бастаушы үкімет тобының топ басшысына лидеріне беріледі. Сізге берілетін уақыт 5 минут. Студенттер, мен Сатылық Мұдәулет, үкімет облыс фракцияда. Мен бүгінгі қозғайтын тақырыбым әлеуметтік желінің пайдасы. Қазіргі таңда әлеуметтік желінің пайдасы, жаңа айтып өткендей, біз онлайн арқылы тез тілдесіп, тез хабар аламыз. Және де біз әлеуметтік желі арқылы фильмдер және түрлі ойындар және біз танымайтын басқа елдердегі, басқа мемлекеттегі адамдармен тілдесе аламыз. Қазіргі таңда әлеуметтік желінің пайдасы медицинаға да келіп жетті. Мысалы, біз телеграмға кіріп, Ego приложениесі арқылы біз өзіміздің данныйымызды білуге болады. Мысалы, қай уақытта биографияға түскенімізді. Және де біз әлеуметтік желі арқылы қазіргі таңда
кез келген затты оңай рәсімдеу, мысалы онлайн кредит, онлайн машина алу, онлайн товар алу секілді. Және де біз әлеуметтік желі арқылы Market.kz, OLX деген сияқты приложениялар арқылы біз керек адам, яғни строительный бригада керек болса, бізге әлеуметтік желі арқылы оңай әрі тез табуға болады. Біз және де өзіміздің мысалы бір затты сату үшін, мысалы үй сату үшін Крышакет сайтына кіріп, өзіміздің үйді онлайн жүктей аламыз, және оны барлық ел тез арада көре алады. Мысалы әлеуметтік желі арқылы бір ақпаратты тарату үшін бұрындарында қаншама уақыт созып адамдар жіберіп, оның хабарын күткен болады. Ал қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы мысалға ала кетсек, Facebook желісіндегі Нұр.kz парақшасын ала кетейік. Оған біз кез келген ақпарат жүктейміз, және ол оқушылар арасында барлық группаларды, яғни Дудосер деген сияқты группаларда таралады. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса. Сөзіңізді аяқтаған болсаңыз, сізге рахмет. Келесі болып сөз кезегін оппозиция тобының лидерін ондағы шамаңыз, сізге берілетін уақыт 5 минут. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті төлеушілер қауымы, құрметті қарсылас үкімет фракциясы, сіздерге осы жайлы ақпарат айтып өтейін. Мен негізі үкімет тарапының ұсынған ақпараттармен толығымен келіспеймін. Неге? Себебі әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны туралы айтып жатырмыз ғой. Қараңыздар, таяқтың екі ұшы болғандай, ата бабамыз айтқан, таяқтың екі ұшы болғандай, әлеуметтік желінің өзінің зиян тұстары бар. Бірақ әлеуметтік желінің өзінің зиян тұстарын біреу көбісі біле бермейді. Қазіргі таңда әлеуметтік желінің ең басты зияны ол қараңыздар, адам уақытын ұрлайды. Уақыт алтын қазына, естеріңізде болсын, уақыт алтын қазына. Екінші, адамдар бір-бірімен араласуды мүлдем қояды. Екінші, үшінші, тіптен бір адамдар бар, әлеуметтік желінің салдарынан мәңгілік болып бара жатқан. Төртінші, яғни кез келген жерде бір ұжым болып жиналса, кез келген адам үлкеннен кішісіне дейін телефон шығып отырады. Ал бұның өзі зиян ба, жоқ әлде пайда ма? Әрине зиян, дұрыс айтасың. Бұл туралы Абай атамыз айтқан, кешіріңіздер, заман ақыр жастары қосылмас ешкі бастары дейді. Көрдіңіздер ме? Абай атам 18-ші ғасырда осыны біліп тұрып айтқан. Келесі, мұны шыны керек, мұны жастар ғана емес, қарттарды, үлкендерді пайдаланып, 18-ші сіздер қазір қорғап отырған әлеуметтік желінің сіздер білмейтін екінші қыры бар. Яғни қараңғы әлеуметтік желі деп аталады, бұны көбіне гиперт деп атайды. Гиперт әлеуметтік желісінде сіздер білмейсіздер, бірақ бәріне белгілі. Енді ұятта осы айтайын, порнография мен педофилияға қатысты кез келген қызмет түрі және де ол туралы видеолар және де тағы да қосымшалар бар. Сосын фракция әлі де жалғасып келе жатыр да, ал бұл жайында көбісі біле бермейді. Абай атамыз айтады, сабырсыз арсыз еріншек, кешесіздер, сабырсыз арсыз еріншек көрсе қыздар жалмауыз, алты бақан алауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз, өзін өзі күндейді, жақын жалған міндейді. Ол арсыздық белгісі дейді. Көрдіңіздер ме, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев атамыз қазіргі жастар туралы қалай айтқан? Мысалға, әлеуметтік желінің пайдасы, біз кеше ғана өздеріңіз білесіздер, онлайн өмірден қайта оралдық. Онлайн өмірден қайта оралдық. Кімнің есінде білім қалды толығымен? Ешкімнің, дұрыс айтасыз, ешкімнің басында қалмады. Себебі барлығы тек оңайлатылды, онлайн өмірдің зиянын көріп отырсыздар. Бұл жайды жасырудың да қажеті жоқ. Және де осы онлайнға кеткенге дейін біз қандай адамдарды көрдік. Мысалға, жақсы сөйлейтін, жақсы араласатын, тіптен мінезі жақсы, көркем мінезді қаншама жігіттер мен қыздарды көрдік. Қазіргі таңда олар тіптен әлеуметтік желінің артында отырып, біреу телефон батыр болып кеткен, біреу енді болады ғой, енді тіптен сөйлеуден қалып кеткен, тек жазу ғана, тек жазу.
көрдіңіздер ма, осыны енді тіптен мәңгілік болып бара жатыр да адам баласы. Міне әлеуметтік желінің ең басты зияны осы. Кешесіздер. Сосын сіздер әлеуметтік желіде осыдан бірнеше жыл бұрын болғанда осы карантиннің кезінде бір ақпаратпен бөлісе өтейін. Bir adam bir блогерлер шықты, сіз өзіңіздің историяңызды жазсаңыз әлеуметтік желіге, сіз атақтылыққа ие боласыз. Ал біреулер осы жайлы, осы сасық мансапқа, сасық атаққа ие болғысы келіп, бүкіл әлеуметтік желісінде историясын жазып қойды. Ал негізінде дербес деректерді тасымалдау және де оны жариялау негізінде қылмыстық түрде қылмыс болып саналады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының аты заңында және қылмыстық кодексінде 147 бапта былай көрсетілген. Егер сіз туралы ақпаратты біреу бөліссе, немесе сіздің рұқсатыңызсыз бөліссе, сіз соның салдарынан бір ауыр шығынға немесе бір ауыр жағдайға түссеңіз, бұл таратқан адамды заңмен жазалай аласыз, яғни құзырлы органдарға тапсыра аласыз. Және де авторлық құқық қой жалпы. Осы заңға сәйкес 5000 МРП, яғни 5000 айлық көрсеткіштегі айыппұл салынады. Және де 500 бас бостандығынан айыруға болады. Және де қазіргі таңда әлеуметтік желіде отырудың ең басты зияны болған нәрсе ол FOMO синдромы. FOMO синдромы дегеніміз ол тәуелділік, яғни сіздер телефонды аласыздар да қайта қарай бересіздер. Бұның өзі ең бірінші белгісі. Ал екінші белгі ол мына нәрседе сіздер Instagram қарап отырасыздар, лентаны жаңарта бересіздер, дұрыс па? Сәл не болса, лентаны жаңартасыздар. Я болмаса біреулердің историясын қарау арқылы сіздер уақыт міне осының өзі FOMO синдромының негізгі белгісі болып табылады. Көптеген ғалымдар осы жайлы өздерінің бірнеше теориясын ұсынған. Олардың қазір барлығын айтатын болсам, енді уақыт жетпейді. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға рұқсат. Сөзіңізді аяқтасаңыз, сіздерге рахмет. FOMO аурудың қалай жазылуы? Дұрыс сұрақ. FOMO синдромынан қалай айығуға болады? Осы туралы көптеген ғалымдар өздерінің теорияларын ұсынған. Бірақ бүкіл әлем дұрыстап санаған бір азын-аулақ ережелер бар. Солармен таныстырып өтейін сіздерді. Оның біріншісі, сіз қараңыздар да бір адам FOMO синдромының ең негізгі белгісі ол көп жұмыстық өзіне шектеп алу. Яғни бір адам ең бірінші нәрсе жұмыстардың барлығын реттеу. Яғни жұмыстардың бәрін ысырып қойып, дұрыс демалу керек. Бірінші. Екінші, өзіне көп жұмыс алмау керек. Бұл екінші. Үшінші, адам баласы FOMO синдромына шалдыққан кезде адамның миы толығымен шаршап, істен шыға бастайды. Бұндай уақытта адам баласына ең бірінші ұсынылатын нәрсе телефонды уақытша пайдаланбау және де біраз уақыт кітап оқымай тұру. Яғни кітап оқымай тұру дегенде қандай кітаптарды оқымау керек? Мотивация беретін кітаптарды көп оқымау керек. Сіздер мотивация алған сайын миыңыз одан сайын жұмыс жасайды. Ал сіздің шаршап тұрған миыңыз одан сайын жұмыс жасаса, міне титтен өлді деген нәрсе ғой енді. Өлді деген нәрсе ғой енді. Түсінді деген ойдан сұрағын қанағаттандыра алдым деп ойлаймын. Рахмет. Келесі ортаға үкімет мүшесін ортаға шақыртып, сізге берілетін уақыт ішінде. Жалпы барлықтарыңызға сәлем. Мен осы тарапта полицияға қарсы пікірімді білдіргім келеді. Жалпы бірінші анықтап алатын мәселе ол жаңалық және жарнама деген түсінеді. Жаңалық дегеніміз қоғамдағы адамдардың пікірін тудыратын катализатор болып табылады. Ал жарнама деген адамның қызығушылығын тудыратын катализатор болып табылады. Бұдан айтқым келгені, жалпы адам желі мен сайтқа кірер алдында әркім өзінің қызығушылығымен, жас ерекшеліктеріне қарай өзіне керек контентті таңдап алады және де сол арқылы өзінің даму және әлеуметтік желіні пайдалануды сол арқылы жасайды. Жалпы әлеуметтік желіні біз бір медиа құралы ретінде қарастырғанымыз жөн.
ал қоғамда болып жатқан проблемалар мен әртүрлі теріс контенттерді біз әлеуметтік желінің дәнекерлігі арқылы қарастырсақ болады. Жалпы себебі біз ақпаратты тұтынушы ретінде ол проблемаларды шеше алмаймыз. Сондықтан да ол проблемаларды тудырып жатқан адамдармен біз жұмыс жасауымыз керек. Ал қолданып жатқан қолданушылар жалпы ақпараттық гигиена деген ұғым бар. Яғни ақпараттық гигиенаны ұстанған адам, ол теріс контенттерді біз айтып жатқан тауар тасымалдау, адам тасымалдылығы сияқты әртүрлі теріс контенттерге өзіміздің миымызға жол бермейміз. Жалпы мен әлеуметтік желідегі бір шектеу немесе бір ол жатқан бір бұғаттап тастау деген сияқты қас тараптың пікірлерімен мүлдем келіспеймін. Себебі жаңа айта кеткенімдей, әлеуметтік желі ол медиа құралы, ол ақпараттық құрал, ақпаратты тасымалдау құралы. Ал ода шектеу болмау керек. Адам сіздерді қазір айтып жатқан статистикалық мәліметтеріңіз, жалпы мәліметтердің барлығы сол әлеуметтік желіден алынып жатқаны туралы да есептен шығармаларыңызды өтінемін. Себебі әлеуметтік желі болмаса біз кішкене қоғамнан алшақтап қалатынымыз да белгілі. Ал кейбір басшылық шеше алмаған, үкімет шеше алмаған нәрсені қарапайым адамдар осы әлеуметтік желі арқылы да әртүрлі бір қоғамдық дертті емдеп жатқандары да аз емес. Жалпы айтайын дегенім осы, сұрақтарыңыз болса қабылдауға дайынмын. Сұрақ болғанда сіз жаңа ақпараттар тыйым салуға болмайды деп жатсыз. Жалпы сонда дұрыс ақпараттарды алған дұрыс, бірақ бізге көбіне бір ақпаратты іздегенде нақты ақпарат шықпайды, дұрыс па? Кез келген адам келіседі деп ойлаймын, бір ақпаратты іздегенде нақты ақпарат емес, қосымша ақпараттармен және де керексіз жарнамалар шығып ойыңызды бөледі. Ал сол жайында не дейсіз? Қандай ұсыныс білдіресіз өзіңіз? Жалпы сұрағыңызға жауап бере кетсем, жалпы біздің қоғамда жаңа айта кеткенімдей жарнама дегеніміз осы қызығушылықты тудыратын катализатор деп айтып кеттім ғой. Сол нәрсені ескере келе жарнаманың болуы ол барлық нәрседе норма. Яғни бұл дұрыс. Жарнама болмаса адам мүмкін өзіне керек нәрсені сол жарнама арқылы табады. Қазір айтып жатқаным жаңа әріптесім айтып кетті ғой. Жарнаманың жалпы адамға берер пайдасы зор, ал одан мен ешқандай жаман нәрсе көріп тұрған жоқпын. Адамның қызығушылығы жаңағы ақпараттық гигиенасын сақтай отырса, ол артық ақпаратқа өзіне жол бермейді. Сіз жаңа жарнама адам ойын бұзуына және де тек жақсы жарнама шығады деп ойлайсыз ба жалпы? Адам ойын бұзатын неше түрлі жарнамалар бар, кешесіздер да? Неше түрлі жарнамалар бар, жақсысы бар, жаманы бар, бірақ жаманы шығып адамның ойын бұзады деп ойлаймыз. Айтып отырмын ғой, адамның ақпараттық гигиенасы бар, және адамның сана сезімі бар. Әркім өзіне керекті ақпаратты өзіне рұқсат етсе, ол қарайды. Ал адамның өзінің сана сезімі ол нәрсені қалап тұрмаса, адам оған жол бермейді. Мысалы, сен іздегенде байланысты, мысалы, спорт жағын елестетсең, мысалы, ютубқа жасаң, тек спорт туралы шығады, ол адам өзінің несіне байланысты. Мысалы, сен өзің сондай білепсің, сен өзіңе қарай шығады. Бірақ кейбір нелерде, әлеуметтік желілерде сіздер спорт жағынан іздесеңіздер тек спорт жағы шығатын, бірақ кейбір әлеуметтік желінің пайдаланушыларда спорт жағынан іздесе артық тақырыпқа шығып жатыр. Мысалға жалпы мен айта кетсем, жалпы сіздің айтып отырғаныңыз бұл әлеуметтік желі емес, теріс ақпараттар. Яғни адамның қоғамның арасындағы ішінде манипуляция жасайтын ол әлеуметтік желі емес, теріс ақпарат. Ал әлеуметтік желіні тек медиа құралы ретінде қарастыруларыңызды өтінемін. Себебі әлеуметтік желіні жалпы алған кезде оның екі ұшы бар екені барлығымызға белгілі. Ал теріс ақпаратты шығарушылармен біз жұмыс жасауымыз керек. Ал әлеуметтік желіні жалпы бұғаттау немесе шектеуді мен қолдамаймын. Ол ақпаратпен оны жазалауға болады. Рахмет. Келесі ортаға оппозиция фракциясының мүшесін шақырамыз. Сізге берілетін уақыт 3 минут.
саламатсыздар ма? Мен қарсыластарымның сөзіне қарасам, интернет керек. Интернет біздің өміріміздің бір бөлігі деп жатыр. Ол бір бөлігі шығар, бірақ ғаламтор бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықтың негізгі ақпараттық коммуникациясы болып табылады. Жалпы өмірден алғанда да кішкентай баладан үлкен қарттарға дейін интернетті пайдаланып отыр. Оның жақсы жақтары көп дегенмен, оның теріс жағы да өте көп. Мысалы, тәуелділік ол интернетке кірмесең өзіндік аурулар пайда болады. Екінші ол денсаулықтан көзге әсер етеді. Екінші жүйке жүйесі, нерв, тағы басқа омыртқаның қисаюы және тағы да басқа әсер етуі мүмкін. Мысалы, біз интернетке кіру үшін телефон, гаджет немесе компьютердің алдында отырамыз. Компьютердің мониторы ғана емес, оның клавиатурасы да денсаулыққа кері әсер ететінін ғалымдар дәлелдеген. Әлемдік денсаулық ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, 92% ақылды құрылғыны қолданғаннан кейін өзінің кері әсер ететінін дәлелдеген. Оны мамандар да аурудың дерт бәрі осы компьютерден келетінін мәлімдеген. Басқа да дүние жүзінен алмай-ақ өзіміздің күнделікті өмірімізге үңілсек, мысалы, кішкентай балдардың өзіне телефон беріп қоямыз. Ол кішкентай балдар сол телефонмен өтсе, ертең әлемде басқа адамдарға мәлімет алмасу және де түсіндіру деген ұсыныс қалады. Және де онлайн ойындар, ол адамның жүйке жүйесіне өте қатты әсер етуі мүмкін. Және отбасы шырқын бұзатын жағдайлар да бар. Мысалы, интернетте үлкен мәселенің бірі ол хайпқа түсу үшін көптеген адамдар өзінің білген жасап өртте келіп жатыр. Мысалға, Инстаграм желісінде көптеген оқырман жазылдыру үшін көптеген жаңалық ашып, оның жаңалықтың жақсы және жаман жақтары бар. Оған қанша минут беріледі? Ең алдымен бұрын жоқ кіре алмасуға болады. Тек қаншымен емес, бастапқыларға болсын. Және де өзіңе керек мәліметтерді тез алуға болады. Мысалы, сабақта отырсаң, лекция кетіп болады, лекция аласың, басқа да мақалалар алуға болады. Әлеуметтік желі арқылы өзіңізге соңғы шығып жатқан жаңалықтар мен оқиғалардан әрдайым хабардар боласың, тез хабардар болып отырасың. Жай ғана хабардар болмай, соған өз пікіріңізді білдіріп, басқа адамдардың пікірін өзіңізге ала аласыз. Үшіншіден, әлеуметтік желіде өзің түрлі көңіл көтеретін нәрселер болсын, мысалы музыка, фильм болсын, қарай аласыз. Сонымен қатар әлеуметтік желіде достарыңыздың немесе басқа туысқандарыңыздың болсын, туған күндерін, мейрамдарын біліп құттықтауға болады. Мысалы айтсақ, осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желісі 5 сағатқа істен шықты. Инстаграм, WhatsApp, Facebook желілері. Сонда адамдар шулап кетті. Бірнеше адам достарымен хабар алмаса алмады. Бірнеше адамдардың Инстаграм басқа желілер арқылы бизнестері тоқтап қалды. Содан байқап білсек болады, адамдарға интернет желісінің керек деген сөзін
Екі сұрақ. Жоқ, көрермен дедім сұрақ. Оппозиция фракциясының соңғы мүшесін талқылауға шақырып әлеуметтік желілік зияны. Ол уақытта әлеуметтік желі біздің жақсы болып кетті. Олар біз көптеген пайданы келгенде, сонымен қоса көптеген кемшіліктері бар. Ол кемшіліктерде бірнеше мысал келтіреді. Қазіргі уақытта адамдар әлеуметтік желіге тәуелділік пайда болды. Және одан басқа адамдар жалқауланып кетті, алаяқтық жүріп баратып, және жалған ақпаратты толып. Одан басқа көптеген мысалдар келтіруге болады. Жаңағыда айтқанда өлең тыңдауға болады, дегеніміз ол адамның қазіргі уақыттағы тегін өлең ол адамның өзі жағынан өлең сатады да. Бірақ ол тегін беріп өйткені басқа біреу интернеттен беріп. Оның үшін ол ақша алмайды. Сол сияқты мысалдар келтіруге болады. Тек қана 2020 жылғы статистика бойынша адам 5-7 немесе одан көп сағат құртады. Ол құртқан уақыттың барын санайтын адам жылына 100 күннен құртады. Сол 100 күннің ішінде әлеуметтік желінің орнына көптеген заттармен айналысуға болады деді. Отбасыдағы туысқандармен кездесуге, олармен сөйлесуге, жағдай сұрауға, үйде әртүрлі заттармен айналысуға, домбыра ойнауға, одан басқа заттармен айналысуға деді. Бірақ олар жалқауланған үшін және әлеуметтік желіге тәуелділік пайда болған үшін жаңағы әлеуметтік желіде тұрады. Одан басқа қазіргі ең басты кемшіліктердің әлеуметтік желіде деген алаяқтық толып барады. Оны адамдардың жеке мәліметтерін, ақшасын, деген мәселелердің арқасында оғауға және алуға мүмкіндігі бізде бар. Мысалы, 2021 жылы қаңтардың бірінде халық банкінің атынан мынандай сообщение келді адамдарға WhatsApp-та. Саламатсыздар. Оны салу үшін өзіміздің 3 досымызды мынау нөмірде тіркеу керек. Сөйтіп достарыңыз тіркеген соң мынау үйіңізді өзіңіздің халық банкінің немесе Каспий карта номерін жазған соң сіздің картаңызға біраздан кейін оны түседі деп жазып қойған еді. Кейбір адамдар сол оны оқып соны ұзақтарды істеген соң олар ақшаларын ұрлап кетті. Олар өздері түсінбей не болғанын, қалай болғанын сол халық банкқа жазып өзінің қанағатшылығын көрсетті. Сен халық банктың өзі соны естіп, қарап сұрақпен айналса, олар түсінді. Қазіргі уақытта алдамшылар олардың аттарын қолдана отырып, адамдарды алдап олардың жеке мәліметтерін ұрлап жатыр және ақшасын ұрлап. Қыздар. Ақшасын ұрлап. Сен халық банктың өзі жаңағы адамдардың қолданушылардың барлығына былай сообщение жіберді. Саламатсыздар. Қазіргі уақытта біздің артымыздан алдамшылар қолданып сіздерге жазу мүмкін WhatsApp-та. Оларға өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді жазбаңыз деп жазып қойған. Содан басқа көптеген зияндары бар әлеуметтік желі. Адам ағзасына да тіпті зиян тиеді. Мысал түрінде адамның күні бойы телефон оған көздері қызарады. Уақыт қабілеті нашарлайды. Және одан басқа адамдар сөйлеу қабілетін нашарлайды. Одан басқа адам өзі телефон шұқылаған кезінде